үш бұрыштың биіктігі, медианасы, бисектрисасы және ортасы сызығы. Бірінші, досының көмегін сұраса бір балл кемітіледі, сұрақтан аттап өту бір балл кемітіледі, екі жауапты айту бір балл кемітіледі, үш жауапты айтса ойын тоқтайды. Олай болса біз Алмасқа кезек берейік. Бірінші ойыншы, бір аптада неше күн бар? 7 күн, дұрыс. Оң санға қарама қарсы сан. Қандай сан? Тыныш. Досының көмегі жарайды, жақсы досы. Аға, кім? Аяжан? Оң санға қарама қарсы сан, теріс. Теріс сан, жақсы. Рахмет. Бір балл. Келесі ойыншымыз бізде Іңкәр, яғни нар тәуекел ойынына қош келдік. Дене бетке сырғанағанда қандай күш орын алады? 200 күші. Жақсы, рахмет Іңкәр. Іңкәрді 9 балл. Үш нүктені қосатын үш кесіндіден құралған фигура. Үш бұрыш. Үш бұрыштың неше бұрышы бар? Үш бұрышы бар. Екі қабырғасы тең үш бұрыш. Тең бүйірлі үш бұрыш. Олай болатын болса, енді бағалауға көшейік. Яғни біз топ başı бағалайды бірінші, өзді-өзі бағалау, қарсы топтың бағалауы және мұғалімнің бағалауы. Олай болатын болса, бірінші топ басшысының бағалауы үшін Іңкәрді, Алиманы және Әдеміні ортаға шақырайық. Келе ойнап. Іңкәр өзінің тобынан кімге жоғары балл береді? Өзінің тобынан мен Назым же және Аяжанға 10 балл, қалғандарға 8 балл қоямын. Жақсы, рахмет. Әдемі. Мен өзімнің тобымнан Айшаға 9, Дастақайда 9 және Нұралиға 8 балл қоямын. Жақсы, рахмет. Мен өзімнің тобымнан Айзедаға, Ақылжанға, Нұртасқа 9 балл қойып. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет. Отыра қойды. Келесі олай болатын болса, өзін-өзі бағалау. Кім бағалап кетеді? Кім сере келе ғой? Сере өзін қалай бағалайды екен? Мен өзімді бағалаймын. Мен есептерді қатты шығарған жоқпын, бірақ топтық жұмыстарда мен белсене қатыстым. Олай болатын болса, енді мен өзімнің қорытынды шығарып бағалап жүрейін. Бүгінгі сабақ
басшысына өте жоғары деңгейде өздерін көрсетті. Яғни іңкәрға 10 балл, Алимаға 10 балл және әдеміге 10 балл қоямын. Және бүгінгі сабаққа өте жақсы қатысқан Назымға 9 балл, Дастанға 9 балл және Айзадаға 9 балл. Бірінші Ахманға үлкен рахмет. Қазір 5 минут тикток секунд көреді ғой. 45 минут бойы өзінің аузына қаратып, әр жерде ой шашырақтаған баланы 45 минут өзіне қаратып, осылай ұйымдастырып, оның үстіне ата-аналарды, ұстаздарды жинап, балдарға жақсы білім беріп жатқанына сізге үлкен алғысым шексіз. Екіншіден балдарға айтар едім, білімді болыңдар, ақылды болыңдар, өйткені болашақ білімді ұрпақтың қолында. Ал білімнің бастамасы осындай мектептен басталады.